1982 жылы Сардала өңіріндегі Қаражырақ деген шағын ауылда екі қылмыстық топтың беделді адамы із-түссіз жоғалып кетті. Оларды 3 ай бойы іздеді. Барлық нұсқалар тексерілді, бірақ ешқандай нәтиже шықпады. Іс жабылды. Бірақ шындықты бір адам білді. 65 жастағы колхоз шошқашысы Қайрақбай деген қария. Оларды тірідей өз шошқаларына жем қылып жіберген. Бұл оның жары Рабия үшін алған кек еді. Екі мас еркек өз үйінде оны абайсызда өлтіріп алған. Олар әйелді итеріп жіберген. Рабия табалдырыққа басымен соғылып құлаған. Бас сүйегі жарылып, сол жерде жан тапсырған. Милиция бұл істі тергегісі келмеді. Себебі әлгі адамдарға ешкімнің қолы жетпейтін, бірақ шошқалар үшін қол соғылмайтын деген ұғым жоқ. Қош келдіңіздер. Арнасына. Мұнда біз жүйе жасырып берген оқиғаларды баяндаймыз. Бұл шынайы адамдар туралы қатыгез шындыққа толы кезеңнің тарихы. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Себебі әрбір оқиға ондаған жыл бойы айтылмаған ақиқат. 1981 жыл. Қаражырақ ауылы. 120 тұрғыны бар шағын елді мекен. Бұл ауыл 15 ғасырда құрылған. Аудан орталығына дейін 40 шақырым топырақ жол. Бір ғана көше, ағаш үйлер. Жеңіс Нұры колхозы. 200 бас шошқа ұстайтын ферма. Айналасы егістік, жанында қалың орман. Тыныш әрі тұйық жер. Қайрақбай жас 65. Колхоздың тәжірибелі шошқашысы. 25 жылдан астам еңбек өтілі бар. 1956 жылдан бері осы салада жұмыс істейді. Бойы аласа 160 шамасында. Сол аяғы ақсайды. Соғыс кезіндегі жарақат. Тізесінде оқ жарықшағы қалған. Соған қарамастан өте мықты, сіңірлі адам. Қолдары темір қысқыштай, жүзі әжімге толы, күнге күйген. Көздері суық сұр, шашы аппақ, қысқа. Үстінде ескі жұмыс киімі мен керзі етік. Ауыл халқы оны адалдығы мен қайсарлығы үшін құрметтейді. Соғыс ардагері. 18 жасында майданға аттанған. Берлинге дейін жеткен. Сол жақтан олжа ретінде тапанша әкелген. Оны қорада шүберекке орап сақтайды. Мінезі тұйық, аз сөйлейтін. Өмір бойы фермада жалғыз жұмыс істейді. 200 шошқа толық бақылауында. Әрқайсысын таниды, мінезін, әдетін біледі. Тамақтандырады, күтеді, емдейді. Ешқашан өмірге шағым айтпаған. Жары Рабия, жас 62-де, балалары болмаған. Әйелі өмір бойы сырқат. Дәрігерлер 25 жасында бала көтер алмайтынын айтқан. Екеуі тағдырға көнген. 40 жыл бірге өмір сүрген, бір-бірін шын сүйген. Ауыл шетінде 2 бөлмелі ағаш үйде тұрған. Рабия бойы аласа, жүдеу, әлсіз. Жүзі бозғылт, шаша қырған. Үнемі орамал тағып жүреді. Қолдары нәзік. Ауыл кеңсесінде тазалықшы болып жұмыс істеген. Айына 360 теңге алған. Жеміл жұмыс. Мінезі жуас, мейірімді. Ешкімге жамандық ойламаған. Күйеуін қатты жақсы көрген, оны мақтан тұтқан. Ауылдан 2 шақырым жерде биік қоршаумен қоршалған 2 қабатты үй тұрған. Оның иесі Талғат. Жасы 38-де. Өңірдегі қылмыстық топтың басшысы. Сауда орындарын бақылап, адамдарды қорқытып ақша жинаумен айналысқан. Құқық қорғау органдарымен байланысы болған. Пара беріп, жазадан құтылып жүрген. Салмағы 120 келі. Басы тақыр, беті қызарып ісінген. Үнемі ішімдік ішетін. Мойнында алтын шынжыр, саусағында жүзік. Өзін бәрінен жоғары санайтын, тәкаппар, дөрекі. Оның жанында үнемі қанат жүретін. Жасы 35 шамасында. Сенімді серігі. Лас жұмыстарды атқарған, қорқыту, ұру, қысым көрсету. Салмағы 110 келі. Шашы қысқа, қара. Бетінде пышақ ізі бар. Кен иықты. Ақылы онша емес, бірақ өте қатыгез. Екеуі әр демалыс сайын осы үйге келіп демалатын.
ішімдік ішіп, ет асып, моншаға түсіп, өздерін осы жердің қожасындай ұстайтын. Ауыл халқы олардан қорқатын, барлығы олардың заңнан жоғары екенін білетін. 1981 жылдың 12 шілдесі, жексенбі. Таңнан бастап ішімдік ішкен, түске қарай ішімдіктері таусылған. Талғат: «Жүр, ауылға барайық, қолдан жасалған ішімдік табамыз», деді. Екеуі ақ түсті жеңіл көлікке отырып, Қаражыраққа келді. Түскі 2 шамасында Қайрақбайдың үйіне тоқтады. Қайрақбай: «Ферма», деді. Үйге дейін 1 шақырым. Рабия үйде жалғыз. Тамақ әзірлеп, күйеуін күтіп отырған. Есікті қақты. Рабия ашты. Талғат мас күйде. «Апа, ішімдік бер. 3 литр аламыз, жақсы төлейміз», деді. Рабия қатқыл жауап берді. «Менде ештеңе жоқ, кетіңдер». Талғат көнбеді. «Бәрі жасап отыр, жасырып тусын», деді. Рабия ашуланып: «Жоқ дедім ғой, кетіңдер», деді де есікті жаба бастады. Сол сәтте Талғат ашуланып, есікті қатты итерді. Есік Рабияның кеудесіне соғылды. Ол артқа құлап, сүрініп, табалдырыққа желкесімен соғылды. Ағаш табалдырықтың бұрышы өткір еді, бас сүйегі жарылды. Қан ақты. Сол жерде жан тапсырды. Екеуі сасып қалды. Талғат: «Өліп қалды», деді. Қанат тексеріп: «Я, өлген», деді. Талғат үрейленіп: «Тез кетейік», деді. Екеуі үйден шығып, көлікке отырып кетіп қалды. Қарсы бетте тұратын 90-ға жақындаған көріш кемпір бәрін көріп отырған еді. Ол ақ түсті көлікті 2 ер адамды, бірі тақыр, бірі қысқа шашты, анық көрді. Олардың үйге кіріп, 1 минуттан кейін асығыс шығып кеткенін де көрді. Кемпір бір жамандық болғанын сезді, бірақ бірден барып тексермеді. Жасы үлкен, аяқтары ауырады, қорқады. Қайрақбай жұмыстан келеді деп күтті. Түстен кейін сағат 3 шамасында Қайрақбай фермадағы жұмысынан үйіне келді. Үйге кіріп, дәлізде жерде жатқан Рабияны көрді. Шалқасынан жатыр. Басының астында қан, көздері ашық. Жүгіріп барып қолын тигізді. Суық, жансыз. Қайрақбай дененің жанында 10 минут үнсіз отырды. Ішінде бос кеңістік пен суық тыныштық. Сосын ауыл кеңсесіне барды. Онда телефон бар. Аудандық милиция бөліміне хабарласты. Көп ұзамай учаскелік қызметкер мен тергеуші келді. Денені қарап, қорытынды жасады. Қатты затқа соғылудан бас сүйек сынған. Табалдырақ. Қайрақбай: «Мен ештеңе білмеймін. Жұмыста болдым. Үйге көнсем осылай жатыр», деді. Көршілерден сұрастырды. Ешкім ештеңе көрмегенін айтты. Қарсы беттегі кемпірді үндемеді. Қорықты. Тергеуші: «Нақты не болған түсініксіз. Өзі құлап кеткен шығар», деді. Қайрақбай қарсы шықты: «Жоқ. Өзі құдай алмайды. Біреу итерген». Тергеуші суық үнмен: «Дәлел жоқ, куә жоқ. Бұл жазатайым жағдай», деді. Келесі күні Қайрақбай аудандық бөлімге өзі барды. Тергеуді талап етті. Бөлім басшысы оны қабылдап: «Біз тексердік. Бұл жазатайым жағдай. Әйеліңіз құлап кеткен. Іс жабылды», деді. Қайрақбай: «Мен сенбеймін. Біреу өлтірді», деді. Жауап қысқа болды: «Үйімізге қайдыңыз. Әйеліңізді жерлеңіз. Мәселе шығармаңыз». Келесі күні таңертең Қайрақбай үйде жерлеуге дайындалып жатқан. Есік қағылды. Ашса, қарсы беттегі кемпір. Ішке кіріп жай отырып: «Қайрақбай, мен бәрін көрдім. Айтуға қорықтым, бірақ сен білуің керек», деді. Түстен кейін 2 ер адам ақ түсті көлікпен келген. Үйде кірген. Біреу толық, басы тақыр, мойнында алтын шынжыр. Екіншісі де толық, шашы қысқа, бетінде тыртық бар. 1 минуттан кейін асығып шығып, кетіп қалған. Бұлар ауыл сыртындағы үйде жүретіндер, қаладан келетін адамдар. Олар сенің жарыңды өлтірді», деді. Қайрақбай үнсіз тыңдады. Ішінде мұздай ашу пайда болды. «Сен нақты көрдің бе?» деп сұрады. «Көзіммен көрдім, бірақ мен милицияға бармайым, қорқамын», деді кемпір. Қайрақбай басын изеді. «Рахмет. Енді не істеу керегін білемін». Сол күні ол Рабияны ауыл зиратына жерледі.
Табытты түсірді, топырақ салды, ағаш белгі қойды. Қайрақбай қабір басында ұзақ тұрды. Ішінде шешім қабылданды. Заң жазаламайды, мен жазалаймын. Ол фермада 25 жыл жұмыс істеген. Шошқалардың бәрін жейтінін білет. 4 күн бойы оларды аш қалдыруды шешті. Сонда олар ашулы, қауіпті болады. Сосын екеуім фермаға алдап әкеліп, есінен тандырып, шошқаларға береді. Ешкім ештеңе таппайды. Келесі 4 күн бойы Қайрақбай дайындалды. Шошқаларды жемеді. 200 бас мал ашығып, мазасызданды. Торған тұлды. Қорадан ескі тапаншаны алды. Соғыстан әкелген. Шүберекке орап сақтап келген. 3 оқ бар. Ұзын, ауыр, кеміргілт дайындады. Болатсым, ауыз байлайтын шүберектер. Көлікті тексерді. Ескі жүк көлергі бар. Қозғалтқыш жұмыс істейді. Жанармай толық. Ол әлгі екеудің әр демалыста келетінін білетін. Жоспар дайын болды. Кешкі уақытта үйдің қасына барып, көлік бұзылғандай көрініс жасап, көмек сұрайды. Екеуін алдап шығарады. Сосын соғып, байлап, фермаға апарады. Шошқаларға береді. Кешкі уақыт. Екеуі верандада ішіп отырған. Қайрақбай келіп, қақпаны қақты. Көмектесіңдерші, көлік жүрмей тұр деді. Екеуі мас болса да шықты. Қарап көрейік деді. Көлікке жақындады. Қайрақбай капотты ашып, мына жерін қараңдаршы деді. Екеуі еңкейіп барады. Сол сәтте Қайрақбай темір кілтпен біреуін желкесінен бар күшімен ұрды. Ол бірден құлады. Екіншісі бұрылып қарағанда Қайрақбай тапаншаны бағыттап, тыныш тұр, тізерле, қолынды артқа қой деді. Қанат есеңгіреп қалды. Жерде жатқан Талғатты көрді. Қозғалмайды. Қолындағы қара тапаншаны көрді. Оңғысы тура бетіне бағытталған. Бір сәтте-ақ есі кірді. Қорқыныш дірілдей бастады. Ата, қойыңызшы деді сыбырлап. Қайрақбай қатты дауыспен, тізерле, қолыңды артқа қой, әйтпесе атып тастайым деді. Қанат тізерлеп отырды. Дірілдеп тұр. Қолдарын артқа қойды. Қайрақбай 2 қадам артынан келді. Тапаншаны беліне тығып, кемір кілтті 2 қолмен ұстап, бар күшімен желкесінен ұрды. Сүйек сықыр етті. Қанат алға қарай құлап түсті. Есінен танды. Аузынан қан ақты. Екеуі де жерде жатыр. Талғат шалғасынан емес, ет бетінен жатыр, ауыр дем алады. Ес түссіз. Қанат да сол күйде. Қайрақбай тамырларын тексерді. Екеуі де тірі, бірақ ес түссіз. Шамамен 20-30 минуттай оянбайды. Ол көліктен сымды алып шықты. Алдымен Талғаттың қолдарын артқа қатты байлады. 5 рет орады. Аяқтарында байлады. Аузын шүберекпен тығындады. Солай Қанатты да байлап тастады. Көліктің артқы есігін ашты. Іші бос. Талғатты аяғынан сүйреп апарды. Салмағы ауыр, бірақ Қайрақбай мықты еді. Ішіне лақтырып жіберді. Сосын Қанатты да солай тиеп салды. Екеуі де байланып, ес түссіз жатыр. Қайрақбай есікті жапты. Кемір кілттегі қанды шөпке сүртіп тастады. Кабинаға қойды. Көлікке отырып, қозғалтқышты оталдырды. Фермаға қарай жүрді. Қараңғы. Ешкім жоқ. Кешкі уақытта фермаға жетті. Ай сәулесі ғана түсіп тұр. Барлығы үйлеріне кеткен. Көлікті шошқа қорасының жанына тоқтатты. Қорада 2 қоршау бар. Бірінші үлкен. Ішінде ашыққан 50 шошқа. 4 күннен бері жемеген. Екінші кіші, бос. Екеуі ішкі қақпа арқылы байланысқан. Қайрақбай көліктің артқы есігін ашып, алдымен Талғатты түсірді. Жерге тастады. Сосын Қанатты да түсірді. Екеуі де есін жиып келе жатыр. Алырсып жатыр. Көздері ашылып, дыбыс шығара алмай жатыр. Қайрақбай бос қоршаудың қақпасын ашты. Екеуін ішке сүйрек кіргізді. Жерге тастады. Қақпаны сыртынан жауып қойды. Бірнеше минуттан кейін екеуі толық есін жіді. Бастары ауырады. Қандары ағып жатыр. Өздерінің байланып жатқанын түсінді. Қайрақбайды көрді. Айқайламақ болды, бірақ ауыздары бітелген. Қимылдады, бірақ босай алмады.
Қайрақбай темір тордың ар жағында тұр. Көзі суық, баяу, анық сөйлей бастады. Сендер менің әйелімді өлтірдіңдер. Үйіме келдіңдер. Ішімдік сұрадыңдар. Ол бермеді. Итеріп жібердіңдер. Құлап басын соғып, сол жерде өлді. Сәл үнсіз тұрып жалғастырды. Заң сендерді жазаламады. Себебі сендерге бәрі болады. Бірақ маған емес. Мен шошқашымын. 25 жыл. Шошқаның бәрін жейтін білемін. Тіпті сүйекті де. 4 күннен бері олар аш. Қазір олар сендерді жейді. Бұл әділдік. Талғат тірілдеп тұруға тырысты, бірақ байланған. Қанатшылап жатыр. Көзінен жас ағып тұр. Жалынып жатыр. Екеуінің көзінде қорқыныш. Қайрақбай ішкі қақпаға жақындады. Құлыпты ашты. Қақпаны кен ашып жіберді. Бірінші қоршаудан аш шошқалар лап қойды. 50 бас. Аш. Ашулы. 2 адамды көрді. Иісін сезді. Бірден шабуыл жасады. Шошқалар үстіне үйілді. Тістері өткір. Етті жырта бастады. Айқай дыбыстары шықты, бірақ әлсіз. Қозғала алмайды. Шошқалар аяқтарын, қолдарын, беттерін тістеп жатыр. Қан ағып жатыр. Бірнеше минуттан кейін дыбыс тоқтады. Екеуі де жан тапсырды. Бірақ шошқалар тоқтамады. Етті, керіні, сүйекті толық жеп жатты. Қайрақбай сыртта тұр. Сүйектердің сықырын, шошқалардың дауысын естіп тұр. Жүзі өзгермеді. Ішінде суық тыныштық. Бірнеше минут қарап тұрды, сосын кетіп қалды. Қақпаны жапты, үйіне қайтты. Түн ортасында қайта келді. Қоршауға кірді. Ештеңе қалмаған. Тек киім қалдықтары, түймелер, белдік бөліктері ғана. Сүйектер түгел жойылған. Қайрақбай бәрін жинап, бөшкеде өртеп жіберді. От ұзақ жанды. Қайрақбай қалған күлді фермадан 2 шақырым жердегі орманға апарып, терең көміп тастады. Кемір кілтті сумен мұқият жуып тазалап қойды. Тапаншаны қайтадан шүберекке орап, қораға жасырды. Көліктің ішін толық жуып шықты. Артқы бөлігіндегі қанды сумен тазалады. Сосын шошқаларды тойдырып, жем берді. Сырт көзге бәрі қалыпты көрінуі керек еді. Келесі күні әлгі екеудің жақындары жоғалып кеткенін хабарлады. Құқық қорғау қызметкерлері іздеу жұмыстарын бастады. Үйін тексерді. Бос. Көліктері орнында. Ауыл тұрғындарынан сұрастырды. Ешкім ештеңе көрмеген. Қайрақбайға ешкім күмән келтірмеді. 3 ай іздеді. Ешқандай із табылмады. Іс жабылды. Із түссіз жоғалды деген қорытынды жасалды. Қайрақбай бұрынғысынша жұмысын жалғастырды. Үйінде жалғыз өмір сүрді. Әр апта сайын Рабияның қабіріне барып, үнсіз тұратын, гүл қоятын. 70-ке дейін жұмыс істеді. Кейін зейнетке шықты. Ай сайын 900 теңге шамасында зейнетақы алды. Тыныш өмір сүрді. Ешкіммен араласпады. Жасы 70-ке таяғанда денсаулығы сыр бере бастады. Соңында ауруханаға түсті. Өмірінің соңғы күндерінде жанына имам келді. Қайрақбай бар шындықты айтты. 2 адамды өлтірдім, шошқаларға бердім деді. Имам сұрады, өкінесің бе? Қайрақбай сабырмен жауап берді. Жоқ, олар менің Рабиямды өлтірді. Ол менің өмірімдегі жалғыз қымбат адам еді. Мен әділдікті өзім орнаттым. Енді мені Алла өзі төрелік етсін. Имам үнсіз қалды. Сосын, Алла мейірімді, сенің жүрегіңдегі қайғыны білет деді. Дұға оқыды. Қайрақбай көзін жұмып, тыныш күйде жан тапсырды. Оны Рабияның қасына жерледі. Осылайша қарапайым шошқашының кек алу оқиғасы аяқталды. Жарының қаны үшін кек алған адам, оның жауларының қабірі шошқалардың іші болды. Олар санаулы минут ішінде жоқ болды. Бұл істі ешкім ашпады. Жүйе ықпалды адамдарды қорғады. Бірақ қарапайым адамның кегінен қорғай алмады.
бұл кек суық темірдей қатал еді және әділ жазадай дәл болды.